Саламатсыздар ма балалар, бүгін біз бірінші сынып математика 6 сабақты талқылайтын боламыз. Видеоны көрмес алдын арнаға жазылып лайк басып кет. Бірінші сынып математика 6 сабақ. 1. Суреттерге қара, не байқадың? Мұның қалай жазылғанын қара, жазуларды оқы. Бұл жерде екі сурет бейнеленген балалар. Бірінші суретте бала мектептен шығып жатыр, ал екіншісі кіріп жатыр. Біріншісінде 2-ге 1-ді қосамыз. Себебі 2 бала тұр және де 1 бала тұр. Себебі ол екеуін қоссақ 3 бала болады, 2 бала сыртта тұр, 1 бала іште тұр, яғни қосылып тұр. Бұлар 3 болады. Ал екіншісінде 3-тен 1-ді азайтамыз. Себебі 3 қыз тұр, бірақ ол 3 қыздан 1 қыз ішке қарай кіріп жатыр. Сол себепті 3-тен 1-ді аламыз, теңі 2 шығады. Балалар, дәптерлеріңе осыны жазып алыңдар. 2. Суреттер мен оларға берілген жазуларға қара, оларды оқы. Біріншісінде суретте 2 бала, яғни 1 қыз, 1 бала, 2 бала тұр, 1 қыз тұр, 1-ге 2-ні қосамыз, 3 болады. Ал екіншісінде 3-тен 2-ні аламыз, себебі олар кетіп жатыр, яғни кемітіп жатыр. 3-тен 2-ні аламыз, теңі 1. Есікті жапшы. 3-тен 2-ні аламыз, теңі 1 болады, балалар. Енді балалар, естеріңде сақтаңдар. 2 қызыл мен 1 көкті қоссақ 3 шығады. Яғни 2-ге 1-ді қоссақ 3 шығады. Қызыл ол қосылғыш, көк қосылғыш, ортасына қосынды болады. Соңында қосындының мәні. 2 қызыл 1 көк, азайтылған көк, теңі 2 қызыл шықты, яғни 3-тен 1-ді азайтсақ 2. Азайғыш, айырма, азайтқыш. Айырманың мәні. Балалар, енді біз 3-ші тапсыр есепке өтетін болсақ, қосынды мен айырманың мәндерін тап, карточкалардың түсіне назар аудар, түсіндір дейді. Бұл жерде қосылғыш, қосындының мәні. 2-ге 1-ді қоссақ, жауабы 3 шығады, балалар. Енді 1 мен 2-ні қоссақ 3 шығады. Енді азайғыштарды есептейтін болсақ, 3-ге 1-ді азайтсақ, әрине 2 қалады, 3-тен 2-ні азайтсақ 1 шығады. Балалар, енді біз осыны дәптерге жазып аламыз. Осымен біздің есептеріміз бітті. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Сау бол.